Достар, осы каналға жазылу арқылы сіздер көптеген ағылшынша пайдалы мағлұматтар аласыздар. Және каналға кіріп, подписаться етіп, қоңыраушаны бассаңыздар, сіздер келесі видеоны жіберіп алмайсыздар. 14-ші сабақ. Бұл сабақта біз модальді етістіктерді қарастыратын боламыз. Ал кеттік. Ең бірінші қарастыратын модальді етістігіміз ол can, could, may. Бұның нақты мағынасы жоқ, бірақ қазақшалап келген кезде біз бола ма деген рұқсат сұрау формуласы болады екен. Бұл жерде мысалы біреуден көмек сұраған кезде, біреуді ақша сұраған кезде, көптеген мысалы біреуден бірдеңе сұрап атсаңыздар, сол кезде осы үш формуланы қолданасыздар. Can I, could I, may I. Үшеуін де қолдана берсеңіздер болады, мағынасы бірдей болады, бірақ айырмашылығын кейін түсіндіріп беремін сіздерге. Ең бірінші, байқап отырсаңыздар, can I, could I, may I-дан кейінгі сөз ол міндетті түрде етістік болу керек. Help, мысалы міне көмектесу, see, have, call, мысалы қоңырау шалу, borrow, go, speak деген секілді міндетті түрде осы формуладан кейін, модаль етістіктен кейін міндетті түрде етістік болады. Мысалы, can I help you? Көмектесуге бола ма? Көріңіз, сұрақ қойып тұрсыздар, бола ма деп. Can I help you? Can I see you again? Көруге бола ма? Can I have some water? Су алуға бола ма? Немесе could де қолдансаңыз. Could I help you? Көмектесуге бола ма? Could I see you again? Көруге бола ма? Could I have some water? Су алуға бола ма? Мысалы, could I call you later? Кейін қоңырау шалсам бола ма? Could I borrow some money? Қарызға ақша бере аласыз ба? Сол секілді can'ді де, could'ді де, may'ді де қолдана берсеңіз. May I help you? May I see you again? Деген секілді. Мысалы, may I go? Баруға бола ма? May I speak to Ернар? Ернармен сөйлесем бола ма? Бұның жалпы can мен could'ның қатты айырмашылығы жоқ. Негізі кішкене сыпайы түрде ол could болады екен, can'нен қараған кезде. Және ең сыпайы түр, мысалы бір бастықпен, немесе бір ата-анаңызбен, үлкен кісімен, мысалы бірдеңе сұрағыларыңыз келсе, онда міндетті түрде ең сыпайы формула ол may екен. May I help you? May I call you later? Кейін қоңырау шалсам бола ма деген секілді. Ең сыпайы форма ол may I екен. Қалған үшеуін де негізі кез келген уақытта қолдана берсеңіздер болады. Бірақ сыпайырақ формасы may I екен. Енді әрбір модальді етістікті бір-бір деп қарастырайық. Бағанағы біз өткен can, міне, оның екінші мағынасы бар екен, оның екінші мағынасы алу, қолдан келу, істей алу деген секілді. Бұл бір мүмкіншілікті білдіреді екен. Мысалы, can you speak English? Сен ағылшынша сөйлей аласың ба? Көріңіздер, істей аласың ба, сөйлей аласың ба, жөндей аласың ба? Мысалы, сондай бір мүмкіншілікті білдіреді екен адамның бір состояниясын. You can speak English. Сен ағылшынша сөйлей аласың дейді. You can дейді. Сен істей аласың деген секілді. Can I help you? Бағын өткендей. Мен сізге көмектесе аламын ба? No, you can't do this. Бұл енді болымсыз түрі. Жоқ, сен бұны істей алмайсың. Can't дегеннің, cannot дегеннің қысқартылғаны. Бұл болымсыз түрі can'нің. Cannot do this. Сен жоқ, бұны істей алмайсың. You can do десе, сен істей аласың деген болушы еді. Келесі. Can I go to the cinema? Рұқсат алу. Мен киноға бара аламын ба? I can build a garage. Мен гараж сала аламын дейді. Байқап отырсаңыздар, I can-нен кейін, мысалы етістік бар ғой, build деген, ол жасау, салу деген мағынаны білдіреді. Құрастыру деген секілді. Build-тің I can to build деген ешқашанда болмайды. Бұл етістіктен кейін. Can тұрған жерде ешқашан to болмайды. I can to build болмайды, I can build a garage болады. Мен гараж сала аламын. Осыны есте сақтап алыңыздар. I can swim very well. Мен жақсы жүзе аламын. I can swim деген жүзу. I can swim. Мен жүзе аламын. Very well. Өте жақсы. Көріңіздер, қолдан келу, істей алу бұл формуласы, бұл can деген. Өте жиі қолданылады. I can't swim very well. Және мынау I can swim very well болса, мен жақсы жүзе аламын. Мен мынау I can't swim very well. I cannot swim very well деген, мен жақсы жүзе алмаймын деген сөз. We can play football. Біз футбол ойнай аламыз. We can. Келесі. We cannot play football.
Біз футбол ойнай алмаймыз. We cannot play football немесе we can't play football. Біз істей алмаймыз бір болымсыз формуласы екен. We cannot play football. Біз футбол ойнай алмаймыз. Келесі талқылайтын модаль естік, ол could. Could деген бағана біз өткен can деген істей алу, қолдан келу дегеннің өткен шағы could болады екен. Could бұның мағынасы тура сол секілді, бірақ ол өткен шақта болады. Алғанмын, қолдан келген, істей алғанмын деген секілді. Мысал келтіретін болсақ, I could swim when I was 5 years. Мен 5-те болғанда жүзе алғам. I could swim. Жүзе алғам деп тұр. Көрдіңіздер ғой, өткен шақта айтылып тұр. She could walk when she was 1 year. Ол қыз дейді, 1 жасында жүре алған. Істей алған, жүре алған, сөйлей алған бір мүмкіншілікті білдіріп тұр екен. He could come in the office. Ол дейді, ол офисте келе алған. He could come. Келесі. He could swim. Ол жүзе алған. Көрдіңіздер ме, бәрі өткен шақта екен. Істей алған, жүзе алған, сөйлей алған деген секілді. I could buy a new computer. Мен жаңа компьютер ала алдым дейді. I could buy. Мен ала алдым дейді, сатып ала алдым. Енді болымсыз формулада. We couldn't find our manager. Біз менеджерді таба алмадық дейді. We couldn't деген we could not find our manager'дың қысқартылған екен. Екеуінде қолдана берсеңіздер болады. We couldn't find our manager. Енді бұл болымсыз формулада. Біз менеджерді таба алмадық дейді. Іздедік, таба алмадық, өткен шақта айтылып тұр. She couldn't open the door. Ол қыз дейді, есікті аша алмады дейді. Келесі. I couldn't speak with my mother. Мен анаммен сөйлесе алмадым дейді. I couldn't speak with my mother. Мен анаммен сөйлесе алмадым. Енді couldn't they help you? Сұрақ. Олар саған көмектесе алмай ма? Деген сұрақ қояды екенсіздер. Енді can мен could'ның айырмашылығы қалай болады? Енді қараңыздар. Can you repeat it please? Мағынасы сіз қайталап жібересіз ба? Істей аласың ба, істей алмайсың ба деген мағынада екен can деген. Енді келесі. Could you repeat it please? Деген сіз қайталап жібересіз ба? Сыпайы түрде екен. Енді былай ойлаңыздар. Can деген істей аласың ба, істей алмайсың ба деген бір неде сұрақ қоясыздар. Can you repeat it please? Саған қиын болмаса істейсің бе, істейміз? Ал could болса бұл сыпайы түрде істеніші деген неде қолданылады. Бірақ екеуінің мағынасы бірдей. Could you repeat it please? Сіз қайталап жібересіз ба? Әрқашанда could canнен қарағанда сыпайы түрде болады екен. Келесі өтетін модальдық етістігіміз may немесе might. Бұның бағана өткенде may деген және рұқсат сұрау модальдық етістігі екен. Енді бұл екінші мағынасы бар екен. May және might мүмкін деген мағына береді екен. Бұл біріншіден may мен might етістіктер осы немесе келер шақта іс әрекетінің мүмкіндігін білдіру үшін қолданылады екен. Мысалы, it may be true, it might be true. Бұның мағынасы бұл мүмкін шындық дейді. It may be true, it might be true деп. Бұл мүмкін шындық. Екеуінде қатты айырмашылық жоқ. He may know, he might know. Ол мүмкін біледі. Мүмкін деген мағына береді екен. Мысалы, take an umbrella with you, it might be rain later. Өзімен бірге қолшатыр алып ал, жаңбыр жауы мүмкін дейді. It might be rain later. Деген жаңбыр жауы мүмкін. Might деген қолданамыз, мүмкін деп. Келесі, we did not decide where to go. We may go to Alakol. Біз әлі қайда баратынымызды шешпедік дейді. We did not decide where to go дейді. Біз қайда баратынымызды әлі шешпедік дейді. We may go to Alakol. Мүмкін дейді, Алакөлге барамыз дейді. May мен might осылай қолданады екен. Негізі, may әрекеттің мүмкіндігін басымырақ білдіреді might-тан қарағанда. 70%-ға дейді. Кейбір сәттерде аса үлкен айырмашылық болмайды. Екі етістіктерді мүмкін деп мағынада қолдана берсеңіздер болады. Келесі өтетін модальдық етістігіміз would. Would дегеніміз will деген келер шақтағы етістіктің өткен шағы would болады екен. Would басқа да модальдық етістіктер секілді тура мағынасы болмайды. Көптеген сөйлемдерде қолданылады, көптеген сөйлемдерде әртүрлі қолданылады екен would. Бірақ ең негізгі екі түрі бар қолданысқа ие. Ол дегеніміз біріншісі өткен шақта тұрып, келер шақтағы іс әрекетке ниет білдіру мақсатында сөйлемде қолданылады екен. Мысалы, she said he would come next day дейді. Бұл жерде енді өткен шақ пен келер шақтың сөйлемде екеуі де кездеседі екен. She said деген ол қыз айтты деген сөз.
he would come next day. Бұның мағынасы ол қыз дейді. Ол қыз айтты дейді. Оның келесі күнін келетінін айтты дейді. Көрдіңіздер ғой? Өткен шақта тұрып, келер шаққа әрекет жасау. Келесі he said дейді. Ол айтты дейді. He would come early. Ол айтты дейді. Ерте келетінін айтты дейді. Көрдіңіздер ғой? Өткен шақта келер шаққа әрекет жасау. How did you know that I would come to this office today дейді. Бұл сұрақ. Сен қайдан біліп қойдың менің бүгін офисқа келетінімді дейді. Сен қайдан біліп қойдың дегенде, бұл біріншісі өткен шақта біз сұрақ қойып тұрмыз. How did you know? Сен қайдан біліп қойдың менің бүгін офисқа келетінімді. Әлі офисқа келмеді, бұл келер шақта келетінін қайдан біліп қойдың деп, бұл өткен шақпен келер шақтың байланысы екен. Келесі, she would call back if she had enough time дейді. Ол қыз қайтып звондау керек дейді. She would call back дейді. Ол қыз қайтып звондау керек дейді. Өткен шақта айтылып тұр. If she had enough time. Егер ода бос уақыт болса деп осылай қолданады екен. Енді екінші түрі бар. Екінші түрі would like дейді. Would like дегеніміз want деген бізде етістік бар. Оның мағынасы қалау. I want деген мен қалайым деген сөз. Енді would like деген сөз бар. Would like деген осы want етістігінің орнына жүретін сыпайы түрде екен. Would like. Мысалы, сіздер кафе немесе ресторанға барсаңыздар, сіздерге даяшы былай сұрақ қояды. Would you like a cup of tea or coffee дейді. Мағынасы, сіз нені қалайсыз, шай ма, әлде кофе ме? Бұл жерде would you like деп сыпайы түрде сіз нені қалайсыз деген сұрақты қойып тұр екен. Бұл былай айтса да болады. Do you want cup of tea or coffee деп айтса болады. Бірақ would you like деген would like деген өте сыпайы формада екен. Кез келген жерге барсаңыздар, сіздерге өстіп сұрақ қояды. Would you like a cup of tea or coffee? Сіз нені қалайсыз, шай ма, әлде кофе ме деп. Сіздер қалай жауап бересіздер? I'd like a cup of coffee. I'd like дегеніміз I would like. I would like-тың қысқартылған түрі екен. I'd like a cup of coffee. Маған бір стакан кофе дебесіздер. Немесе I'd like a cup of tea. Маған бір стакан шай деп жауап қайтарасыздар екен. Келесі қарастыратын модаль етістігіміз ол must немесе have to. Екеуінде мағынасы міндетті, тиісті, керек деген мағынаны білдіреді. Енді айырмашылығына келетін болсақ, must жаңа айтып кеткендей міндетті, тиісті мағынасы, бірақ егер сен міндетті болсаң, өйткені саған керек болса, сен солай қаласаң, жеке өзің үшін, онда міндетті, тиісті деп must-ты қолданасыздар. Ал егер мысалы have to деген оның да мағынасы міндетті, тиісті, бірақ бұл нәрсе басқа адамға керек болса, немесе бұл істі мәжбүрлі болсаңыз істеуге, онда have to-ды қолданасыздар. Мысал келтірсек, I have to pay the bills because my wife is ill дейді. Мен есепшот төлеуім керек дейді. I have to pay дейді. The bills. Мен есепшот төлеуім керек дейді. I have to pay. Өйткені дейді. Because my wife is ill дейді. Өйткені әйелім ауырып жатыр. Байқасаңыздар, have to-ды қолданып тұрғанымыз бұл жерде, өйткені бұл жеке өзіне керек емес, өйткені бұл әйелі ауырып жатқаннан кейін бұл шотты төлеу керек болып отыр, есеп шотты. Сол үшін I have to pay болады. Егер мен өзім үшін төлесем, маған керек болса, мен I must to pay the bills деп айтушы едім. Келесі мысал енді must-қа. I must stop bad habits because it is bad for me. Мен жаман әдеттерімді тастауым керек дейді. I must to stop дейді. Мен тоқтатуым керек дейді жаман әдетімді. I must to stop bad habits дейді. Жаман әдет. Because дейді өйткені it is bad for me. Себебі бұл маған зиян дейді. Көрдіңіздер ғой, жеке өзіме қатысты болса, онда бұл нәрсе міндетті болса, бұл керек деген сөзі I must stop. Мен тоқтатуым керек деп тұр. Осы айырмашылық осындай болады. Енді жеке мысал келтіріп кетейік. Ең бірінші must-қа. He must help his sister. Ол әпкесіне көмектесуі керек. Бұл жерде мәжбүрлі түрде. Өйткені бұл істемесе болмайды. Осыны міндетті түрде істеу керек деген секілді. He must деп тұр. Ол істеу керек деп тұр. Келесі. We must leave early. Біз ертерек кетуіміз керек дейді. We must leave early. Біз ертерек кетуіміз керек. They must not make noise in the classroom. Must not. Бұл енді болымсыз формада. Олар сыныпта шу шығармау керек дейді. They must not make noise. Шу шығармау керек дейді noise. In the classroom. Сыныпта. Келесі. You must not park your car
there without permission дейді. Ол жерде өз көлігіңізді рұқсатынсыз қоюға болмайды. Болмайды деген сол керек емес дегеннің мағынасы да. Must not керек емес, болмайды деген мағынаны береді екен. Бұл жерде мәжбүрлі форма must деген. Керек, міндеттісін деген секілді. Енді have to-ға мысал келтірейік. All people have to pay the taxes. Барлық адамдар салықтарын төлеуі керек дейді. Have to pay the taxes не үшін қолданып тұрмыз? Өйткені бұл мәжбүрлі түрде, бүкіл адамдар оны істеуі керек. Сондай секілді мәжбүрлі түрде болғандықтан, бұл бәрімізге керек болғандықтан. Бұл жеке мен өзіме керек емес, барлық адамдар істеу керек. Сол секілді have to-ды қолданып. Келесі, you will have to work a lot. Мысалы, мен сіздің бастығыңыз болса, мен сөйтіп айтушы едім. You will have to work a lot. Сізге көп жұмыс істеу керек болады дейді. Өйткені бұл жеке сіздің қалауыңыз емес, көп жұмыс істеуі, сіздің бастығыңыздың қалауы. Сол үшін have to болады. Сен міндеттісің, осыны істеу керексің деген секілді. You do not have to eat дейді. Сіз оны жеуге міндетті емессіз дейді. You do not have to eat дейді. Сіз бұны міндетті емессіз. Енді ең соңғы мысал, she does not have to help me дейді. Ол маған көмектесудің керегі жоқ дейді. Бұл жерде біреу айтылып тұр. Бұл көмек маған қажет емес деп біреу болғандықтан have to-ды қолданып тұр екенбіз. Келесі қарастыратын модаль етістік ол should. Should-ның мағынасы керек. Және біз алдында өткендей must дегеннің сөзінде мағынасы керек, ол бірақ міндетті екен. Былайына should-ның мағынасы керек, бірақ бұл да міндетті, бірақ мәжбүрлі емес. Екеуінің айырмашылығы сол. Мысалы, you should sleep well. Саған жақсы ұйықтау керек. Бұл жерде сіз өзіңіз қалауыңыз істейсіз ба, керек па, керек емес, өзіңіз таңдауыңызда. He should eat fruit. Саған жеміс-жидек жеу керек. They should do like this. Олар осылай істеу керек. You shouldn't smoke. Саған темекі шекпеу керек. He should not get up. Саған тұрмау керек. Келесі талқылайтын модаль етістігіміз ол need. Need дегеннің мағынасы қажет деген мағынаны береді. Керек, қажет деген секілді. Мысалы, I will need to work. Маған жұмыс істеу қажет. Бірдеңе қажеттілік талап етіп тұрса, онда осы need-ті қолданасыздар. Келесі, you needn't work. Саған жұмыс істеп қажет емес. You needn't work. Needn't деген need not-тың қысқартылған екен. You needn't work. Саған жұмыс істеп қажет емес. Өйткені мысалы біреу шаршап тұрғанын көріп тұрсаңыз, оған демалу қажет екенін көріп тұрсаңыз, сіз айтасыз you needn't work. Саған жұмыс істеп қажет емес, сен демалу керек деген секілді. Келесі, I need to eat. Маған тамақ ішу қажет. Көрдіңіздер ғой, бұл қажеттілік, тамақ ішу қажеттілік талап етіп тұрғаннан кейін need-ті қолданасыздар. I need to eat. Маған тамақ ішу қажет. Осымен достар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта көріскенше.